Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінде Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті күніне арналған жоғары және арнаулы оқу орындарының арасында республикалық пікірсайыс турнирі өткізілгелі отыр. Аталмыш турнирдің негізгі мақсаты еліміздегі пікірсайысшы ұшқыр ойлы жастардың басын біріктіріп, олардың жастар арасындағы туындаған мәселелеріне шешілу жолдарында жастардың тың идеяны ортаға салып, олардың ой пікірін, идеясын тыңдау негізгі мақсат болып табылады. Сонымен қатар, жалпы бұл турнирдің негізгі мақсаты еліміздегі жастар арасында бір-бірімен тәжірибе алмасу, дос қарым-қатынасын нығайту болып табылады. Аталмыш турнир Батыс Қазақстан облыс жастар саясаты мәселе басқармасының қолдауымен, Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің қолдауымен өткізілгелі отыр. Бүгінгі турнирімізге еліміздің 10 қаласынан 60 фракция, 120 спикер қатысқалы отыр.